Қызылша дегеніміз бұл қызылша вирусы туындататын инфекциялық ауру. Ауруды оңай анықтауға болатын ерекше белгісінің бірі ол бөртпе болып табылады. Қызылша өте жұқпалы, ауа арқылы таралады. Инкубациялық кезеңі бірнеше аптаға созылады. Инкубациялық кезең дегеніміз айқын көріністердің көрінетін уақытына дейінгі аралықты айтамыз. Инфекция ауа тамшылары арқылы беріледі. Науқаста байланыста болған кезде сөйлесу, түшкіру, жөтелу кезінде бұрын қызылшамен егілмеген және ауырмаған адам 100% дерлік жұқтыруы мүмкін. Қызылша вирусы өте құбылмалы. Қызылшаны науқаспен тікелей байланыста болмай, онымен бір үйде болу арқылы жұқтыруға болады. Вирус көп жағдайда тез арада өледі. Сондықтан тұрмыстық заттар, ойыншықтар, киім-кешек арқылы жұқтыру мүмкін емес. Балалардағы қызылша белгілері 7-17 күнге дейін созылады. Инкубациялық кезеңі. Инкубациялық кезеңнен кейін катаральды кезең басталады. Ол 3-4 күнге созылады. Сосын 4-ші күннен бастап бөртпелер кезеңі, яғни бөртпелердің шығатын уақыты 9-ші күннен бастап басқаларға жұқпалы болады. 1-ші катаральды кезеңде қызылша респираторлы инфекция түрінде көрінетін, яғни бас ауру, жөтел, мұрыннан су ағу, тамақ ауру деген сияқты. Негізінен қызылша ауруының өзі 3 кезеңге бөлінеді: катаральды, бөртпе кезеңі және пигментация. Бірінші этапында кезеңінде алғашқы белгілер аурудың катаральды кезеңінде көрінеді. Бұл кезең ұзаққа созылмайды, тек 3-5 күнге созылады. Алғашқы нақты белгілердің пайда болуымен сипатталады. Науқаста ұйқышылдық, тез шаршау пайда болады, жөтел және мұрыннан су ағу пайда болады. Сонымен қатар дене температурасы аздап көтеріледі. Бұл кездегі қызылшаның негізгі симптомы тістердің түбінде, аузында ерекше бөртпенің пайда болуы. Мұндай дақтардың айналасында айқын қызаруы бар, сұр ақ бастары бар. Бұл дақтардың болуы ауруды ерте диагностикалауға және қажет болған жағдайда баланы уақытылы оқшаулауға көмектеседі. Балалардағы қызылшаның барлық белгілері аурудың динамикасын күшейеді. Жөтел жиілейді, дене температурасы біртіндеп жоғарылайды және 40 градус белгісіне дейін жетуі мүмкін. 2-ші кезеңінде бөртпелер кезеңі, яғни катаральды кезеңнен бөртпе кезеңіне ауысады. Терідегі қызылша бөртпесі бұл кезеңге тән белгі. Ол бастапқыда құлақтың артында, шаштың өсу аймағында, бас терісінде пайда болады. Бетке, мойын аймағына және кеудеге таралады. 2-ші күні иықтың, қолдың, арқаның, іш терісінің бөртпемен жабылады. 3-шісінде саусақтармен қоса төменгі аяқ, бет бозарады. Қызылшаға тән бөртпелердің таралуының бұл реттілігі дифференциалды диагностиканың маңызы болып табылады. Яғни қызылшамен қызамықтың, басқа да бөртпе ауруларының негізгі ерекшелігі осы: қызылшада бөртпелер басынан бастап шығады да, ең соңында уже қол аяқтарға барып көше бастайды. 3-ші кезеңі пигментация кезеңі, яғни бөртпелердің пайда болғаннан бастап 3-4 күн ішінде жағдай жақсарады. Температура қалыпқа келеді, бөртпе жоғалады. Бірақ бөртпелердің орнында із қалуы мүмкін, бірақ ол уақыт өте келе жоғалады. Диагностикасы. Дәрігер науқастың клиникалық көріністері мен шағымдары бойынша диагноз қояды. Қосымша тағайындалуы мүмкін жалпы қанның анализі және жалпы зәр анализі, баланың сарысуында қызылша вирусына антиденелерді анықтау деген сияқты диагностикалар жүргізуі мүмкін. Балалардағы диагноз қойылған қызылша жағдайын емдеуде көп жағдайда үйде өтеді. Егер курс ауыр болса, науқас ауруханаға жатқызылады. Сондай-ақ қызылшаның асқынуы бар немесе үй жағдайларына тиісті күтімді ұйымдастыруға мүмкіндік бермейтін балалар ауруханаға жатқызылады. Міндетті ауруханаға жатқызу 1 жасқа дейінгі балалар және жабық балалар мекемелеріндегі балалар үшін қолданылады. Қызылшамен ауыратын балаға нақты емдеу қажет емес, бірақ төсек демалысы мен гигиенаны сақтау маңызды. Науқасқа көп мөлшерде су ішкізу керек, оңай сіңетін дәрумендерге бай тағам көптеп көмектеседі. Бөртпелерді ештеңемен майлаудың қажеті жоқ. Баланы бөлме температурасында сумен жуу жеткілікті. Температура төмендегеннен кейін ғана шомылуға болады. Қызылшаны емдеу симптоматикалық болып табылады. Яғни симптоматикалық дегеніміз баладағы мұрнынан су аққан кезде мұрын тамшылары, жөтел кезінде жөтелге қарсы дәрі-дәрмектер, температура кезінде температураны түсіретін дәрі-дәрмектер беруге болады.
Алдын алу үшін конъюнктивит болмау үшін көзді жылы шай қайнатқышымен малынған мақта тампондарымен жуып отыруға болады. Антибиотик қолдануға болмайды. Олар асқыну әкелуі мүмкін. Балалардағы қызылшаның алдын алу үшін денсаулығы мен толыққанды дамуының маңызды компоненттерінің бірі болып табылады. Сондықтан қызылшаға қарсы егу профилактикалық егу күнтізбесіне кіреді. Алғашқы вакцинация 12-15 айлық дені сау балаларға беріледі. Вакцинаны қайта енгізу 6 жасында мектеп алдындағы жүзеге асырылады. Вакцинада баланың иммунитеті дамыған тірі әлсіреген қызылша вирустары бар. Қызылшаға қарсы егу реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Кейде балаларда температура 37-38 градусқа дейін шамалы көтерілуі байқалады. Бұл вакцинациядан кейін 5-8 күн ішінде болуы мүмкін және 1-3 күнде созылуы мүмкін. Сонымен қатар нәресте дене температурасының жоғарылауы аясында аллергиялық реакцияны немесе жеңіл құрысуларды дамыта алады. Вакцинациядан кейінгі реакциялар қызылша белгілерімен өте жақсы жүреді. Олар жеңілдетілген түрде және қысқа мерзімде жүреді. Бастапқы немесе қайталамалы иммунитет тапшылығы мен онкологиялық аурулардан зардап шегетін вакциналарды балаларға вакцинация салынбайды. Егер нәресте иммунитеті едәуір төмендететін ауруға шалдыққан болса, дененің қорғаныс функцияларын басқаратын дәрілерді қабылдаса, вакцинация алуға болмайды. Вакцинаны тек дені сау, бала ауырмаған жағдайда ғана, толық зерттеуден өткеннен кейін ғана алу керек. Балалар ауырмасын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет.